Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін бетті үй жағдайында қалай ағартуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көп қыздың бетіне қара қоңыр дақтар шығып кетеді. Оны қалай кетіру керек екенін және бетті ағартудың бірнеше жолын айтамын. Әдетте дақтар күн сәулесінің әсерінен шығады, немесе тұқым қуалап беріледі. Асқазан ауырса да шығуы мүмкін. Секпіл дақтарды кетіру үшін әртүрлі косметикалық құралдар бар. Дегенмен олардың көбі әрі қымбат, әрі пайдасыз. Сол себепті алдымен өзіңіз маска жасап кетіруге тырысып көріңіз. Бетті ағарту сіздің теріңізді біркелкі етуге, пигментті дақтарды кетіруге және жалпы көріністі жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл процедураны қымбат сән салондарында ғана емес, үй жағдайында да жасауға болады. Бетке грейпфрут, киви, апельсин мен құлпынай шырынын жағу пайдалы. Ол теріні ағартып, жұмсақ етеді. Жемістердің құрамындағы С дәрумені бетті нәзік қылады. Сол себепті жеміс-жидек жеп тұруды да ұмытпаңыз. Бірінші, ақжелкен. Ақжелкен шөбін үгітіп, таза бетке жағыңыз. Жарты сағаттан кейін жуып, ылғалдандырушы иісмай жағып қойыңыз. Ақжелкен теріні ағартып, жұмсақ етеді. Екінші тәсіл ақжелкен мен кілегей маскасы. Бұл маска құрғақ терге арналған. Үгітілген ақжелкенді кілегей немесе қаймақпен араластырыңыз. Бетке жағып, жарты сағаттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Үшінші тәсіл лимон қабығының маскасы. Лимон қабығын жарты сағат суға салып қайнатыңыз. От бәсең болуы керек. Уақыт өткеннен кейін тұндырып қойыңыз. Бұл қоспа табиғи тоник. Онымен күніне 3 рет бетіңізді сүртіп тұрыңыз. Төртінші тәсіл картоп. Картоптың көмегімен бетті жылтыр етуге болады. Ол үшін бетке картоп шырынын жағыңыз. Ол құрғаған соң бетті жылы сумен жуып тастаңыз. Сонымен қатар картоп бетті ағартып, дақ пен тыртықты кетіреді. Бесінші тәсіл бал. Бал мен даршынды қою қоспа болғанынша араластырыңыз. Бетке жағып 15-20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Алтыншы тәсіл лимон шырыны. Лимон шырыны бетті ағарта алатын қасиетке ие. Алдымен лимон шырынын сығып бетке жағыңыз. Лимон қабығымен 5-7 минут бойы бетті сүртіп отырыңыз. Бұл маска бетті ағартып, жұмсақ әрі нәзік етеді. Сонымен қатар қант та өз кезеңінде көмек бере алады. Қант теріні жаңарта алады. Ақ және қоңыр қантты бірдей мөлшерде араластырып су қосыңыз. Скрабты бетке жағып 3-4 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Бұл маска бетті тазартып қана қоймай, оны жылтыр әрі жас етеді. Сонымен қатар лимон мен крахмал маскасы да бар. Жарты ас қасық картоп крахмалын лимон шырынымен араластырыңыз. Қоспаны бетке жағып, жарты сағаттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Егер бетіңіз қызып бара жатса, бірден жуып тастауға болады. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.